бүгін көретіндеріңіз. Анамның айтатын өте көп ақылдарын мен мысалы осылай бөліскім келеді. Олым мен келіннің ортасында қызғаныш болмау керек. Бұлардың мысалы алып атқан ақшасына, киіп атқан киіміне мен шектеу қоймаймын. Қайта қуанам. Жанұя сырлары. Мама деген кезде, қаяқтағы мама менмін деп көрсеткен әже. Мен сүйек жаңартып әперген қазақта сондай салт дәстүр болған екен. Артық сөз сөйлемейтін да, бірақ бүйтіп отыратын көзінің астымен бәрін қарап отыратын. Үйдің жанында тұрған клубқа бару үшін бір апта есіктің алдын сыпырамын. Ене мен келін арасындағы қарым-қатынас. Мақтан салып берем, бұлар алады бір жуалтызды алып көктеп. Бір қызығын айтайын ба достар? Келінге үйретті ғой, бірақ қызына үйретуге шамасы болмады. Саған үйрететіндей заман болмады. Екі келін бірдей есіктен кірсе болмай ма дейді. Дұрыс айтады. Ләйла Сұлтан қызының анасы мен жеңгесі өз шаңырағындағы құндылықтармен бөліспек. Ал менің құтты қонақтарым келді. Хош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Мәриям! Қалың қалай? Жақсы. Жақсы ма? Иә. Хош келдің. Өздеріңізге ыңғайлы, жайлы Аделидің аяқ киімін кие қойыңыздар. Аяқтарыңыз жаурап қалмасын. Жұмсақ екен. Төрлетіңіздер. Қызық әңгімемізді бастайық, иә? Сен бүгін садикке бардың ба? Бүгін бардым, бүгін демалдым. Не болды бүгін садикте? Қызық болды ма? Иә. Биледің ба? Иә. Қалай биледің? Көрсетші. Жоға шығыңыздар. Қалай биледің? Ой, қандай күшті. Мен билеймін. Иә? Жақсы, бүгін тақпақ айтып бересің ба? Тақпақ? Иә. Иә. Айтып бересің ба? Сен бүгін маған көмектесесің бе? Иә. Иә, сурет саламыз ба? Иә. Тағы не істейміз? Әшекей бұйым таңдаймыз ба? Иә. 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 Еще шахмат ойнаймыз. Шахмат ойнаймыз. Көңіл күйің жақсы ма сенің? Иә. Жақсы ма? Иә. Сені ешкім бүгін садикте ренжіткен жоқ па? Жоқ. Ешкім. Ешкім ренжіткен жоқ. Ал сен ешкімді ренжіткен жоқсың ба? Жоқ. Ал не қызық болды садикте? Садикте ма? Иә. Туған күн. Туған күн болды ма? Сен туған күніңді қалай өткіздің өзің? Ортада тұрып. Ортада тұрдым, балалар айланды. Балалар айланып? Өлең оқыды ма? Өлең айтты ма? Иә. Кім саған көп сыйлық жасайды? Ләйлә әпше. Ләйлә әпше жасайды екен ғой көп сыйлықты, иә? Ал қош келдіңіздер. Гүлзира, менің жеңгем, және де менің анам Дишенька. Неге елдің бәрі сіз мамаңызды Дишенька дейсіз деген сұрақты қояды? Мам, өзіңіз айтып беріңізші. Женженька деген ол женже деген сөз ғой қазақшасы. Ләйладан үлкен ұл болған кезде бала бақшаға барады, ол кезде кішкентай ғой, сол 4-5 жастар уақытысы. Қайненем болған ол кезде жаңағы үлкен өзінің анасының атын ататпайтын женже деп, апа деп айтқызатын ғой қайненелер. Содан шығып балаға айтқанда, сен женже деп айт деген, ол бала бақшаға барып Жешенька деп кеткен. Сол Жешенькамен Жешенька болып кеттік қой. Бір қызығын айтайын ба, қазір барлық немерелері Дишенька апа дейді ғой. Дишенька апа дейді, иә. Дишенька апа. Аты кім десе Дишенька апа дейді. Соған қарағанда білмейді ау деймін, атының кім екенін. Апа, сізге сүтпен? Сүтпен, иә. Әдемі ыдыс, дәмді шәй, Эмпайрдың ыдысы. Алыңыз апа. Гүлзира, алғаш келін болып түскенде шайды қалай құйдың? Ой, ол кезде 19 жастамыз ғой. Не керек? Бір емес екене бар, апа бар, ападан кейін әже бар. Содан кейін әже былай артық сөз сөйлемейтін да, бірақ бүйтіп отыратын көзінің астымен бәрін қарап отыратын. Сосын дір-дір етіп, Руслан қызық қып айтатын ғой әңгімелерді, оға дейін күйеуге шықпай тұрған кезде, әңгімелескен кезде, менің мамам бар, ол әже, ол өте қатал деп жаңа айтып отыратын. Ең қызығы мантыны есімен кетпейді. Білесің бе, біздің әже кішкентай манты жасаған жақсы көреді деп айтатын да. Сөйтсе ол маған сол уақыттың пранкын ұстаған екен да. Ең бірінші рет келген кезде сол мантыны орташа жасамай майда-майда қылып жасаған ғой, пельменнің несіне размерінде қылып, өлшемінде қылып. Соңғы барып әже қарап, мынаусы несі, ессіз қағыр дейді ғой. Жаңағы мантыны көріп.
сөйтіп бір позор ұятқа қалған кезім бар. Мама, сіз 20 жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз. келім. Иә. Менің әкеммен қайненем туысқан ғой, бір рудамыз, бәрі бірге өскен кішкентайынан. Одан жаңа өзінің ұлы жеке болғаннан кейін мен сүйек жаңартып әперген. Қазақта сондай салт дәстүр болған екен. Сүйек жаңарту деген. Ол біздің үйде өз семьяда болған сол. Сүйек жаңғырту тыста қалған туыстардың байланысы үзілмес үшін жасалатын дәстүр. Түбі бір, байланысы бұрмаланған ағайынмен құда болу, жақындастыру. Бастысы жұптардың тегі 7 атаға дейін түйіспесе болғаны. Тіпті тарихымызда Төле би, Қазбек би, Әйтеке билер ел арасындағы руларды татуластыру үшін және ұрпақтарды байланыстыру үшін осы салтқа жүгінген деседі. Біз өз бір семьяда 5-6 қыз өстік. Сондан енем жаңағы барып, ол кісіні біз әпке деп айтатымыз ол кезде, әпкеміз ғой. Мен әкемнің өзде әпке келді деп солай не алды. Ақырында құдағи болдық. Анам бейшара марқұм өлгенше жаңағы құдағиын әпке деп өтті ғой. Кейде сәлем де салды мұндаға дейін. Сіз қаншаға дейін сәлем салдыңыз өзіңіз? Мен көп салмадым, мен қайнағаларға салдым, бірақ енеме салмадым. Қазір енді ол кезде болды ғой, таңертең тұрғанда енеңе сәлем сал, атаң болса атаңа сәлем сал деген дәстүр болды. Оны біз енеге салмадық. Әжем өзі кішкене былай нелеу қызметте болғаннан кейін ол кісі сәлемге де онша көп мән бере бермеді. Айтты ма бірден? Иә. Орамал тартпаймын ол кезде. Жаңа шашым деп тойға барайық деп жатыр еді. Сенің ана шашыңды құрту керек деп маған сөйтіп жатыр. Ойлап қалдым, құрту деген несі екен десем. Өсізде екеуміз деді, парикмахерскийге барамыз деді, шаштаразға барамыз деді. Бардық, сол жерге бардық, шашымды кестірді. Сөйтті да химия жасайсың деді. Химия деген өмірде білмеген. Әйтеу бүйралауды білеміз, енді біз бүйралағанда оны қандай бүйралаймыз? Газеттерді былай бүктеп газетпенен былай бүйралайтын. Сен ана жерге барып отыр, шашың қырық, шашыңды бүйралатам деп шашым қырықты, кәдімгі бүйтіп үлкен бірдеңенің ішіне бүйтіп отыр ана ішіне деді. Отырсам іші ыстық та жаңа. Қар болып атады. Басыңа кигізіп қояды ғой енді анан. Ыстық болып атады. Бұл не болады екен деп. Сол ана шашымды кептіріп, жаңаға не жасайды екен ғой. Бүйге дейін жасатып, содан кейін шашты жуғызып кептіріп. Шашымды қырықтырған өзі. Біз орамалды кейінге тарттық қой. Қазір әжемізді айтып еске алып отырмыз ғой. Әжеміз киноға жібермейтін. Мен есімде кішірекпін ол кезде, сонда үйдің жанында тұрған клубқа бару үшін бір апта есіктің алдын сыпырамын, бір апта огородқа жаңағы егетін егістің бәрін егемін, гүлді дегем, яғни тыныш жүретімін ғой. Әже мені киноға жіберу үшін. Сонда аптасына бір-ақ рет индийский кино келеді ғой. Соның өзінде бір аптада келеді, мысалы хабарлайды жаңағыдай. Осы аптада клубта, қайтпас деген ауылда тұрдық, Гита мен Зита, немесе осы аптада клубта танцор диско келеді дейді. Ал келесі аптада, ол жерде де қарасаңызшы, қызықты. Келесі аптада жаңағы айғайлап хабарландыру айтып жүрген жігіт бүйтіп айтады. Осы аптада клубта диско танцор келеді. Сол фильмді басқаша айтады. Соған бару үшін, яғни әженің өзінің бір шарты болады. Егер де сен мынаны істесең, ол кезде білмейміз ғой ешқайсымыз психологияның не екенін, былайша айтқанда мотивация беру ғой. Егер сен осыны істесең, сен сенбі күні киноға барасың. Қазір оны психологтар түрлі мотивациялық бір жолдар деп не қылады. Ал сіз өзіңіз келіндерге қандай киінесіз? Келіндерге, енді оны келіндер айтады ғой, мен өзім бірінші келіннен сұрайық, Ал үлкен келіннен, Үлкен келін, білмеймін, апамен уже дос болған мағанша жыл болды. Биыл Құдай қаласа 24 жыл болады екен. Аллаға шүкір, осы отбасына келін болып келгенге. Мен апаны бір ене сияқты қабылдамаймын, шыны керек қой. Бір жеңге сияқты солай. Енді мен басында солай көрсетті ғой әже. Басында бірінші келген кезде мен білмеймін ғой, енді сол кезде мама деген кезде қаяқтағы мама менмін деп көрсеткенде әже. Сосын кейін сол кісінің көңіліне қарап, Русланның талабына қарап Дишенька деп кеттік қой бізде бәріміз. Апа өте жайлы, бала ұрмайды, кейбір әжелер болады ғой, баланы сабап алатын. Біздің мысалы әжеміз, кеште отырып алсаң да үндемейді, кейбір кезде ерте тұрып алса біздің үйге қонған кезде тақ тұрбағансың, жатпайсың ба дейді ғой. Сол кезде ойлайтын, қызық екен, жатпайсың ба деп айтты, деп басында ғой, сөйтіп ойлайтынмын. Жайлы ене болды ғой, Құдайға шүкір, қазір екінші келінмен тұрады. Мен қазір бір нақыл сөздер мен мақал мәтелдердің жартысын айтсам деп отырмын, сіздер ары қарай толықтырсаңыздар. Өте оңай. Отан?
отбасынан басталады. Туған жердей жер болмас, туған елдей Ел болмас. Ел болмас. Аха. Атадан мал қалғанша Жан қалсын деп атады ғой, атаның. Тал қалсын ба? тал қалсын. Қарға баласын аппағым дер, кірпі баласын. Жұмсағым дер. Балалы үй базар, баласыз үй. Мазар. Ат болатын тай, саяққа үйір, адам болатын бала. Таяққа үйір. Жоқ. Адам болатын бала таяққа үйір ма? Түсінбедім кішкене. Ат болатын тай, саяққа үйір, адам болатын бала. Білімді оқыса. Қонаққа үйір. Өз балаңды өскенше бағасын, немереңді. Өлгенше бағасын. Жақсы таз басын жасырмайды, жақсы әйел. Дастархан. Асын Асын жасырмайды. Иә, шайдан алып отырыңыздар. Лейла, мына қандай әдемі ыдыс. Иә, айтпақшы, үлкен қызын Гүлзира ұзатқанда, шынында да екеуміздің бір ыдыс іздегеніміз бар. Осы біздің кішкентай Мариямның үлкен әпкесі Мунираны ұзатқанда, иә? Иә. Иә, сол кезде Мода қуалап едік қой, қайсысы дұрыс, қайсысы күшті деп әбден барлық молды да қоймай базарлығын. Бұл негізі Empire-дің жаңа топтамасы. Бүгін арнайы біздің хабарымызға қолдау көрсетіп отыр. Алғысымызды айтуымыз келеді осы тұста. Енді мен 16 жасында кетіп қалдым үйден. Сондықтан мен мысалы көп нәрсені біле бермеймін. Мен оқуға кетіп қалғаннан кейін Гүлзира үйге келін болып түсті. Жалпы мен екі анадан да жамандық көрген жоқпын. Көп деген нәрселер үйрендім. Қыз күнімде көрмеген нәрселерді үйрендім. Мысалға да көрпе тігу, көрпені жыл сайын, жаз сайын шығарып, оны тазалап, қайтадан оны салып, көктеп. Соның барлығын осы екі кісіден үйрендім. Орнына салу, жастықтарды тазалау, мысалға да. Енді қыз кезінде, білесің ғой өзіңде, қыз кезде оған мән бере бермейсің, мамаң істеп жатқан кезде. Ту, баяғы үйдің тірлігіме дейсіне жүресің. Мына жерде енді өзің басыңа түскеннен кейін келін болып, соның бәрін үйрену керек болғандықтан үйреніп, соның бәрі мен үшін жаңалықтар болды. Бір қызығын айтайын ба, достар? Келінге үйретті ғой, бірақ қызына үйретуге шамасы болмады. Себебі қызы оқуға кетті 16 жасында. Шын айтайын енді. Саған үйрететіндей заман болмады. Өйткені көрпеше дайым бәр тұрды. Қалағаныңды алдың. Қолдың мысалы көрпеше тіктіргенде, ол ауылда төсек орын апармаса, бәр дайын төсек орын апарды ғой, кейін сендердің уақыттарында. Сондайға көштік қой. Ал сөйтіп келіндерге? Мен мақтаны түткіземді, жаңаға әкеп қоямды, мақтаны салып берем. Бұлар алады, бір жуалтызды алып көктеп. Гүлзира да тауысты. Тауыста тіге береді. Иә. Былтыр енді тауыс өзі мен жоқ кезде ғой, Астанада жүргенде көрпешенің тұсын бәрін әдемілеп құрып, көрпешелер чайнатып қойып, үйге барсам. Ой. Сөйтсем көршілер айтады, ойбай, келініңіз тұр жаман, көрпе тігіп батыр, барсақ, мәшінен алып ап дейді. Ол анау атадан балаға, баладан ана кішкентай мынандай немерелерге деген ол тәрбие шығарды, енді оны үйретіп, сен мынаны үйрен, сен мынауды үйрен дейтін қазір ол келіндерге оны айта алмайсың да. Қазірге келіп атқан жас келіндерге сен отырып көрпеше тіктеш, ол апа бәрі тұр ғой, дайын. Сатып ала саламыз дейді. Ене келін қарым қатынасында проблема болмас үшін келін Гүлзира айта қойшы, не нәрселерге жол беруге болмайды? Мен енді өзім енді болады ғой семьяда әртүрлі қызықты жағдай. Бір күні ақырындап шешеме айтқым келді ішкі сырымды. Сосын мамам өзімнің шешем былай деп айтты. Өзімнің шешеме. Өзім шешеме бір болады ғой, бір сылдырламаса болмайды деген. Иә. Сол бір жауап жасағым келді сөзін қысқасы. Сол кезде маған мамам тыңдамады да. Жоқ. Түк тыңдамайды. Енеңді сыйла, қайныңды сыйла, қайынсіңліңді сыйла, ертең рахатын көресің деп айтатын. Сосын қайтадан настроениең түсіп, қайтадан сабаң түсесің ғой, ол кезде көтерілмейсің да. Мысалы мамаң, анаң. Былайша айтқанда үйдің кейбір құпия сырларын анаға айтпа. Жоқ, ана дұрыс бағыт берсе, сол дұрыс екен. Мысалға, егерде сол кезде менің анам тыңдап мені... Бұл үйдегі әңгімені басқа үйге тасыма. Жеткен болса, ол мені қолдаған болса, онда менің ошағым бұзылар ма еді. Бұл жерде ол наоборот айтып тұр ғой. Керек емес маған, айтпа деп тұр ғой. Ары бар деп тұр ғой енді. Өзің тидің, өзің бар дегенге келтіріп тұр ғой. Сол себепті... Жүрегің ауырған жоқ па? Жоқ, басында мен түсінбедім, бірақ кейін түсіндім, тез-ақ түсіндім, ұзамай-ақ. Бұл да дұрыс шығар деп, кейін мен мамама өзімнің анама ештеңе айтпайтын болдым, өйткені білемін да оның жауабын. Сол себепті... Өзің таңдадың? Иә. Өзің. Таңдау сенікі, өзің таңдадың, мен барып қосқан жоқпын, бар өзің. Өзің өмір выживать ет дейді ғой, орысша айтқанда. Сол себепті
сыйластықтан басқа ештеңке жоқ деймін. Сыйлау керек. Руслан марқұмның кеткеніне 4,5 жылдай болды ғой. Сол мысалы мен әлі осы отбасындамын. Отбасында әлі мен өзімді бөтен сезінбеймін. Өздеріңіздің арқаларыңызда, Аллаға шүкір. Сол себепті сондай сыйластық, бір-біріне деген құрмет, бір-біріне деген кішіпейілдік, мейірімділік деген әрқашанда заман өзгерсе де адамнан ондай қасиет кетпеу керек деп ойлаймын. Бір нәрсені айтайын ба ашық? Мен өзімнің анаммен өкінішке қарай соңғы жылдар ғана сырласып жүрмін деуге болады. Себеп оған өте көп, бәрін айтты, бірін айт, бастан өткен жағдайлар ең бірінші кезекте. Одан кейін мүмкін жұмыс деп жұмыс басты болып кеткендіктен шығар. Кейде анамның айтатын өте көп ақылдарын мен мысалы осылай бөліскім келеді. Бірақ менің анам айтушы еді емес, сол анамның өзі айтса екен деймін. Келіндер енді қазір ол көп нәрсені кейбір келіндер бар, енеге айтпай өзі істегісі келеді. Мысалы оны көріп отырсаң, сен ей ана бірдеңе деп араласуға да болмайды. Келіндердің өзі есебін тауып, жолын тауып істеп жатса, оған қуану керек. Былайша айтқанда келінге еркіндікті де беру керек. Келінге еркіндік беру керек. Дұрыс істейді. Бұлардың мысалы алып атқан ақшасына, киіп атқан киіміне мен шектеу қоймаймын. Қайта қуанам. Өйткені ол әдемі болып жүрсе, әдемі өзінің жанұясына әкеп ішіп жеп отырса ана жерде де, оған неге қуанбасқа? Мен сен мынандай бол, мынауың болмайды сен деп мен ол келіндерге шектеу қоймаймын. Жақсы. Келін мен ененің ортасының қарым-қатынасын осылай деп мен сыйластық деп білемін. Мен Қызғаныш. Қуанып отыр. Қызғаныш деген білмеймін. Мен кейбір енелер бар, енді өзімнің құрбыларымда да бар да. Мысалы баласы мен келіні бір құрбыларым бар, енді олар да қазір 70-ге келіп қалды. Баласы үйленген кезде келініне қызғанады екен, ұлын қызғанады екен келіннен. Сондай енелерді өзімнің көзім көрді. Ол бар ғой енді оларда, ондай да бар дейді, бірақ білмеймін мен ондай. Сіз сондай қызғанбағансыз. Қызғанбадым, мен бірақ соның өзіне былай айттым. Сен келін алып olsun, өзіңнің ұлың, ол сенің қызың. Ол да біреудің қызы ғой, мысалы, сенің келін бол. Кейін бар бол, кішкене өзімді не қылдым дейді. Кәдімгідей балам ана келімен сөйлеспаса, қызғанып жүгіріп бара қалады екен екеуінің ортасында. Ол құрбыларым да 70-ге келді ғой, енді апа болды. Құрбыларымыз қазір көріп қойса ренжімейді. Ренжімейді ғой, атын ата бермейді. Содан кейін сізде ондай сезім болған жоқ? Жоқ, менде ондай қызғаныш болған жоқ. Мен қызғанбадым, қайта қуандым енді. Жаңағы Ләйладан кейін ол өзі кішкентай күннен айтады, мен басқа ұлттан келін алам депті. Соны енді біздің тұрған жерімізде көп Әзербайжан деген ұлттармен болды. Оқыған Әзербайжандар болды. Шынымен ойлайтын, осы шынымен басқа ұлттан алар екен келін. Ол қандай болар екен деп. Өзім ішімнен ойлаймын да, бірақ сыртқа мен шығармадым. Сөйтіп айтып жүргенде-ақ ана қыз да келді, оны маған көрсетпейді ғой. Бірінші енемнің алдынан өткізетті. Енем әкесі, енем, болмайды ол деп айтаны. Сонан осы қазіргі келінді алып келген ғой. Сөйтсе осы болады деді. Мынау Түркменстан, да құда болдық. Түркменнен келді келінді. Ұлты түркмен болғанмен іс әрекетінің барлығы қазақша бәрі, салт дәстүрдің бәрін жақсы біледі. Яғни бұл жерден шығатын месседж, яғни ой, әр ана өзінің ұлын қызғанбаса екен. Ұлым мен келіннің ортасында қызғаныш болмау керек. Өздеріңіз жақсы білесіздер, маған өте көп хаттар келеді. Өздерінің жағдайын жазатын директке хаттар келеді. Солардың ішінен бір қатарын теріп жазып келдім. Қазір сіздерге соны қойсам деп отырмын. Бірінші, апатай сізге қойсам, Дишенька апа. Біздің оңтүстік жақта дейді, келін түскеннен кейін 9 апарып жатады. Айтыңызшы, осыны әлі сақтап келе жатырсыз ба? Міндетті ме дейді бұл? Біздің оңтүстік жағы жаңағы қазақилық неге, ол 1-9 емес, бірнеше 9 барады. Міндетті. Міндетті апарады. Ол еш уақытта қоймайды, оған қоспаса сіз Мунираны ұзатқанда қанша 9 апардыңыз? Апардық қой. 9-ның есебі біраз болды ғой. 3-4-9 нан 9, ағайын 9, тәтті 9, жеміс 9, шай 9. 6-ау, 5-еу? 5-еу. Тағы не болды апа? Сосын анау шуылдақ, мұлдақ дегендеріңіз тағы бар. Шуылдағымыз бар. Мынаны да психологқа береміз, Бөліп тарқататын. Ағайындарға, ағайын 9 деген келеді. Яғни дұрыс деп есептейсіз ғой?
дұрыс, ол енді қалмайды ғой, қазақтың дәстүрінен келатқан Жарайды. нәрсе. Менің есімім Аружан, 28 жастамын. Біздің үйде осындай жағдай болды дейді. Жақында енем қонағасын беріп жатты деді. Ал мен сол күні жұмыста болдым, сұрана алмадым, өте кеш келдім. Үйге кіргеннен бастап енемнің қабағы ашылмады. Тіпті дастархан басына да салқын сөйлесті. Кейіннен күйеуіме айтыпты. Бұрын келіндер қонақ күтуге бір күн бұрын дайын болатын деп. Шынымды айтсам, қатты көңілім қалды дейді. Енді бұл жерде бұлай айтылатын болса, егер де ол кісі, Аружан деген қыз, ертеректеу білгенде, ол жұмыстан сұрану керек еді, немесе басқа күнге ауыстыру керек еді, жұмыстан сұрана алмайтын болса. Бұл жерде екеуінің ортасында қарым-қатынас болмай тұр ғой, ене мен келіннің ортасында. Байланыс болмай тұр. Енемен мүмкіндік болса, өте жақын болып сұраласың. Әрине, ақылдаса адамның күні адаммен... Егер болды, жақсы, жібермей қой, сен де жібермей қойды, мысалы. Үйде бір құдай тамақ беріп жатыр еді, сен де жұмыстан жібермей қойды. Білмеймін, мен басында ондай болмапты. Біз бәрін жоспарлаймыз, жұмысқа ыңғайлаймыз, келетін адамдарға ыңғайлаймыз, апамен ыңғайласамыз. Оның бәрін біз алдын ала жоспарлап, мүмкіндігінше ешкімнің көңілін қалдырмауға тырысамыз. Жақсы, апатай, бір оқырманым айтады, енем күнделікті киімдеріме қатысты жиі ескертіп айтады, келінге жараспайды деп, ал күйеуім менің киімдерімді ұнатады. Енді не істеймін? Ене деген ол ене ғой, айтады, қояды, бірақ кие берсеш. Күйеуіңе ұнаған нәрсе болса кие бер. Енең қайда барады? Соған көнеді ғой. Өзіңіздің басыңыздан сондай жағдай болған жоқ? Ондай жағдай болған жоқ. Папа ұнатты да, енеңіз... Біздің әже наоборот модный болған ғой, керісінше. Әже модный болды да кие берді. Керісінше, әжеңіз өзіңіздің стилист болды ғой сізге? Өзіме стилист болды ғой, шашыңды бір алып жүрді бар ғой, осы суретте шаш қыртқан. Өзі де бір курортқа барып, Евпатория деген санаторияға барғанда, әжеміз санаториядан келді, көп суреттер әкелді. Қарап отсақ шашты қырқан, енешке шашты биралаған, үйде бар ғой күші бір суретте. Соның бәрін сояқтан түсіп келген ғой ана суретті. Аяқта қызыл етік айтсаңызшы. Өзі негізінде жас күнде не болған екен, модный кісі болған екен. Келін ененің топырағынан дейді. Сіз ондай емессіз ғой, бірақ. Сіз қызыл етік кимейсіз, мысалы. Әжеме мен тартқам ғой, былайша айтқанда, қызыл етікті мен киемін. Сен тартқыздық қой сол. Маған тартсын деп аузыңа түкірген ғой, сол сен тартқыздық. Шын түкірді ма? Түкірді. Ойыңыз. Шешесіне тартпай маған тартсын деп түкірген, сол өзің тарттың. Әжемізге өзі тартты. Ләйла тартты, Малика деген небере бар, сол екеуі әжесіне тартқан. Жақсы жағын алдық. Жоқ, жақсы жағы ол мен. Гүлзира, бой жетіп қалған қызым бар, сабағынан төмендеп кетті. Есі дерті телефонмен бояну сылану. Өтпелі кезең ғой деп ойладым. Бірдеңе деп ұрсам, ренжиді дейді. Қалай өзіме жақын тарту керек екенін түсінбей ақ қойдым, не істесе болады? Негізі тыйым салыну керек. Тыйым салыну керек ортасында да, ортасын ұстап. Мысалға, телефонға отырсың ба, отыра бер демей. Жоқ, бер кел, көмектес үй шаруасына. Бер кел, ананы істеп қой, мынаны істеп қой. Өзіңнің қасында ертіп жүрген дұрыс. Бой жетіп келе жатқан қызыңмен жақын болу үшін қандай іс-әрекеттер жасау керек? Ана көбірек көңіл бөлу керек. Ана көбірек ерту керек. Ана көбірек сырласу керек, ұялмау керек. Кейбір балалар болады, ұялады. Кейбір қыздар болады, айта алмайды. Сол үшін жақын болып, мейлі ақмақтық жасаса да, сол ақмақтығымен бірге сол шешімді тауып шыққан дұрыс деп ойлаймын. Күйеуім қызғанша құрбыларыммен де кездесуден қалдым, үнемі сөгіп отырады. Үйде бұл жағдайға ешкім бір ауыз сөз айтпайды. Өзімді қатты жалғыз сезінемін, 3 балам бар. Солар үшін ғана шыдап келемін. Осы жағдайды қалай реттесем екен дейді. Келін ғой енді. Менің өзімнің ойымша, енді Русланда сондай болды ғой, басты кезде, басқа кездерде. Ол барлық еркек мұсылмандықта шариатта айтады. Әйелін қызғанбаған еркек даюс дейді, шошқамен теңейді. Яғни еркектің қызғанғаны орынды, бірақ өзінің орнымен. Ол үшін әйелдің өзінде еркекте ешқандай сыр болмау керек, өтірік айтпау керек. Барлық нәрсені шындыққа айтса, еркек орнына түседі. Дегенмен мысалы дәрігерлер, кейде мамандар айтып жатады, қызғаншақтық та бұл дерт деп. Егер де ол прям көрінген көлеңкеден қызғанатын болса, әрине ол дерт. Шегі бар ғой әр нәрсенің. Екі келін бір уақытта шаңыраққа түссе, бірін есіктен, екіншісін терезеден кіргізіп жатыр деді. Екі келін бірде есіктен кірсе болмай ма дейді. Дұрыс айтады. Екі келін есіктен кіру керек
Иә, кейбір жерде иә. Сондай бір жерлерде болған шығар нелер. Иә, өте көп мындай жағдайлар. Дегенмен, мұдан шығатын тағы да бір ой, яғни қызғаншақтық, тағы да сол қарым-қатынас, сырласу, ортада түсінбестік болмас үшін бәрін айтқан жөн. Бірақ енді қазір енді біз сәл асығыстау болам. Енемен бірге тұрғаннан кейін келін жаңағы өзім осы биліктің бәрін мен өзім асам, мынаның бәрін осы енем жүдә ештеңкеге араласпай отыра берсе дейді да, оған енді аяқ қолы 12 мүшесі сау ене болғаннан кейін ол байқұс отыра берсе ше, отырып қалады. Мүлдем ауру болып қалады. Ол сен мысалы келін бәрін өзім істеймін, сен отыр араласпай дейтін келіндер бар, оны көріп те жүрмін. Ондай болса ене ауру болып қалады. Отырып қалады ана жерде. Ол қайта тұрып ана келіннің бір жағында жүріп, шай қойып атса ана жерден ана жерге дастарханға анау нанды әкеп қоя салса. Анау жерде қол тимей атса нан әкеп қойса, онда тұрған ол артықшылық жоқ деп ойлаймын. Мен қайта ол өзіне де жақсы. Ененің қимылдаған жақсы ғой. Отырмаймыз ғой, мен жасымыз 70-ке келсе де. Менің жеңгем мектепте қызмет жасайды. Былайша айтқанда шетелдік балаларға қазақ тілін үйретесің, қазақ тіл әдебиетін. Иә. Бүгін мысалы қандай сабақ өттіңдер? Шетелдің азаматтарына сабақ былай деп аталады, пән былай деп аталады. Қазақ culture studies, яғни қазақ тілі және қазақтың мәдениеті деген сабақ болады. Яғни біз қазір жаңа жылды қалай тойлаймыз, тәуелсіздік мемлекеті не деген сияқты, соны бір-бірімен ұштастырып келіп тілді шығарамыз ғой. Мәдениетті үйретеміз, тарихты үйретеміз, бір мезгілде бір пәннің ішіне көптеген нәрселерді үйретеміз. Teacher Гүлзира дей ма? Мисс Гүлзира дейді. Мисс Гүлзира дейді. Балалардың бәрі ағылшынша сөйлей ме? Сөйлейді. Құдайға шүкір. Мәриям ше, Мәриям. Кел. How are you? Hello. How are you? I'm fine. Fine. And you? I'm fine. Fine. Ұялып отыр. I'm fine. Ағылшынша біле ме? Түсінеді. Жалпы былай қарапайым сөздерді ғой, түгел емес, қарапайым сөздерді. И бір жақсы біз, мен мысалы өзім Марияммен жұмыс істегенде бірден айтамын, бұл қазақ тіліндегі сөз, бұл орыс тіліндегі сөз, бұл ағылшын сөз. Өйткені бұның қазір басындағы барлығы сөздер түсінбейді ғой. Қабылдай береді да, жұтып жатыр. Сол себепті біз қазір нақты айтатын, бұл орысша сөйлеген. Кейде бүйтіп қойды, давай екеуміз ағылшынша сөйлесеміз деп қойды ғой. Қойшы орысша сөйлесейікші деп қойды, кейде қазақша сөйлесейік дейді. Кезінде енді құдайға шүкір қазір жастар да пысық, балалар да пысық қой, мойындау керек. Кезінде мысалы менің әке-шешемнің ондай мүмкіндігі болған жоқ. Тіл үйретуге, шын айтайын. Біз миымыз қабылдайтын кезде бір емес бірнеше тіл үйренуімізге мүмкіндік болғанда ғой деп. Болса да мүмкін соны біз өзіміз құнттамадық бекен деп ше? Жоқ, не оқыдыңдар мысалы, мектепте немісше оқыдыңдар ғой? Немісше оқыдық, иә. Бірақ мен тест ағылшынша тапсырдым ғой, апа. Үш айда ағылшынша үйреніп алып. Енді біз апа екеумізге ағылшын тілін үйрету мүмкін бе, Гүлзира? Мүмкін бе? Әрине мүмкін. Жақсы. Бәрін жасауға болады. Жақсы. Апа, сұрақ жауап айдары. Қазір мен сізге сұрақ қоям. Бірінші өзіңіздің жауабыңызды айтыңыз, содан кейін Гүлзираның жауабы қандай болуы мүмкін? Соны айтыңыз, жақсы ма? Сүйікті түс. Менікі көк, Гүлзиранікі қоңыр. Менің өзімнің сүйікті түсім жасыл, апанікі ақ деп ойлаймын. Сүйікті тағам. Менікі көбінесе көкөніспен байланысты, апанікі жылы жұмсақ қамыр ауқат. Бешбармақ, Гүлзиранікі ашкөже. Сүйікті ыдыс. Шәйнек, Гүлзиранікі әдемі қазан. Менің сүйікті түсім қазан, апанікі шәйнек, ол ыстық шай ішкен ұнатады. Жылдың қай мезгілі ұнайды? Менің өзіме қыс мезгілі ұнайды, апаға жаз мезгілі ойлаймын. Маған көктем айлары, Гүлзираға жаз айлары. Сүйікті киім. Пальто, Гүлзираны жақсы көретін, куртка. Маған өзіме ұнайтын кең көйлек, апаға да кең ыңғайлы көйлектер ұнайды. Кім қандай шай ішеді? Апаға да, маған да сүтпен шай. Индийскийдің пиалай шайын ішем, Гүлзира пакистанский шай ішем. Жиі айтылатын сөз. Менің жиі айтатын сөзім балапан, апаның жиі айтатын сөзі Аллаға шүкір. Жақсы деп айтам. Гүлзира қабылдадым деп айтады. Қол бос уақытында немен айналысқанды ұнатасың? Мен жаңағыдай кітап оқып, сондай кішкене Құран оқығанды жақсы көрсем, Гүлзира өзінің жаңағы балдарын сабақ оқытқанды жақсы көреді. Бос уақытында мүмкіндігінше кітап оқыған маған ұнайды. Апа көбінесе үйдің тірлігінде тоқыма,
сондай істер болады деп ойлаймын. Рахмет. Біздің сұхбатымыздың бір ерекшелігі де сол болсын. Ауызбен айта алмағанды қаламмен жазып жеткізесің дегенді негізге алып, қолдарыңызға қазір қалам бердік. Ене келінге, келін енеге хат жазса екен деп. Ол мүмкін тілек болар. Ол мүмкін бір кешірім сұрау болар, немесе бір мақтау болар. Еркі өздеріңізде. 5 минут берейін сіздерге. Мүмкіндігінше шынайы болса екен. Ал екеуміз осы 5 минут аралығында әшекей таңдай қалай қалайсың? Кел. Чак, не істейсің? Носырға ше, қалай саған? Ұнай ма саған? Я. Жарасады. Тұра, сонымен қайсысы көбірек жарасады? Мынандай ойлы сырға ма, балаусаның әлде мынаусы ма? Анау. Мынау ұзын сырға, иә? Жақсы. Бәрекелді. Тағы да көрейік, иә? Қандай сырғалар бар екен? Ашып көреміз ба? Жарасады. Жараса ма? Қызың көзі қызылда деген қарасаңшы, ең әдемі сырғаны. Қарап маған Ва, жараса. осы тоже. Мынау да жарасады. Онда осын тағып алайын, иә? Сен маған шығар, қолыма тақ. Міне. Қалай? Жарасады. Білмеймін енді. Мәриямның вкусымен, талғамымен сырғаны тағып алдым. Бір-біріне үйлесе ме, үйлеспей ме, оны да білмеймін. Бірақ, Мәриям, маған жараса ма? Я. Аламыз ба осыны? Я. Жақсы, келістік. Балаусаның осы сырғасын аламыз онда. Ал, жазып болдыңыздар ма? Болды. Мама, біз. Әшейін дауыз жетпіш, той деген өлең таппас деген oldu. Мариям, Ау. мына хатты сенің мамаң жазды. Мына хатты апатай жазды. Қайсысын оқиын? Жақсы. Гүлзира келінге тілек тілеймін дейді. Жанұяңа бақыт, денің сау болып, бала шағаңның рахатын көріп, ұзақ ғұмырлы бол. Мен сені жақсы көремін. Ақылды, білімді келінсің. Барлық тілектеріңді, жақсылықтарды тілеймін. Шын көңіліммен әулетіміздің үлкендерісіңдер. Сыйлы да құрметті келінсің мен үшін дейді. Күшті, е? Енді мынаны оқиын. Апатай, менің біліп те, білмей жіберген қателіктерімді кешіріңіз. Сізге күліп жүрген өте жарасады. Ұзақ ғұмыр сүріңіз. Сіздің барыңыз бізге күш береді, сенімділік береді. Ала екі дүниенің бақытын берсін. Еш балаңызды уайымдамаңыз. Сіз бақытты анасыз, апасыз. Сізден Русландай ол, Ләйлядай қыз туылды, Ерлан мен Бағлан деген тіректер әрқашан қасыңыздан табылсын. Немерелеріңіз қызметіңізде болсын дейді. Күшті ма? Баяғыда, Мәриям, мен кішкентай болған кезде менен де солай сұрайтын. Маманы қатты жақсы көресің ба, папаны қатты жақсы көресің бе деп. Мен сенен сұрайын, маманы қатты жақсы көресің ба, апатайды қатты жақсы көресің бе? Апам мен маманы өтіп. Жан, жүгір. Жан, апасын бірінші сүйіп қой. Мен сіздерді жақсы көремін. Мен де. Мен де жақсы көремін. Бетті кел. Өкінішке қарай, мен анаммен өзім ана болғанда, жасым 40-тан асқаннан кейін барып қана сырласа бастадым. Анаммен әрбір бірге өткізген сәт мен үшін өте қатты құнды. Анамның жұмыс істегенін қалай? Қаймағанада. Анамның мен әдемі киінгенін қалаймын. Анамның бір мезгіл өзіне қарағаны, бір мезгіл құрбыларымен араласқанын, анамның балаларымен, немерелерімен өткізген сәтін бағалаймын. Жас үлкен кісілер көп жағдайда үйде отырады. Ақылын балаларына айтады, немерелеріне айтады. Кейде менің анам қыдырып келгенде айтқан ақылымен мен басқа оқырман, көрермендермен бөліскім келеді. Себебі ол өте қызық және де мәнді, мағыналы.